Ақыры президенттен көмек сұрауға мәжбүр болған Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы тұрғындарының әлеуметтік желіге шыққан видео үндеулерін көрген шығарсыздар. Маған да әріптесім Ұлықбек Тумашиновқа партияға бірнеше адам хабарласты, міне арыздар алдымызда жатыр. Ішкі істер министрлігі мәлімдеме жасайтын шығар деп 5 күн күттік, алайда ешқандай реакция жоқ. Қатон-Қарағайға қарасты Шыңғыстайдың шырқын осы ұрылар бұзып бітірді. Алақандай ауыл халқына ұры-қарының қорлығы әбден өткен. Төзімдері таусылып, сенімдері сетінеген ел енді бар үміттерін ел басшылығын артып, яғни президенттен көмек сұрап отыр. Полиция дегеннен әбден күдір үзген. Осы күнге дейін қаншама мал қолды болып, ұрланса да полиция бірде-бір тышқағылақтың сайдан санын құмнан ізін таппаған. Бұл нені көрсетеді? Не іздеуге құлықсыз, немесе ұры мен полиция ауыз жаласып, ымыраласып, ынтымақта жұмыс істейді. Ақиқат осы.